Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, 19 тобы. Бізде бүгін география сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз Австралия одағы. Жалпы біз Австралия бойынша экономикалық географиялық жағдайы, халқы, шаруашылығын қарастырамыз. Біз бұған дейін Европаны қарастырған болатынбыз, Азияны қарастырған болатынбыз. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз Австралия одағы. Есте ме бәрі жақсы? Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты Австралияның саяси картасының құрылымы, экономикалық географиялық жағдайлары, шаруашылығы туралы жалпы білім алу, міндеттер елдің саяси, географиялық, экономикалық жағдайын талқылау. Жоспарымыз, жаңа мен айтқандай, Австралияның географиялық саяси жағдайы бірінші сұрақ, екінші сұрақ халқы, халқының құрамы, үшінші сұрақ аймақтың экономикалық дамуы. Осы үш сұрақты қарастыратын боламыз. Жалпы, сабаққа кіріспес бұрын, сіздерге БББ үдісі, білемін, білгім келеді, үйрендім. Әдісі бойынша, жалпы бүгінгі тақырып бойынша, Австралия одағы бойынша сіздер не білесіздер? Қолдарыңыз дәптер, парақтарыңыз бар, 1-2 минут. Қандай дерек білесіздер, немесе қандай материал білесіздер? Бірінші бағанасы, сосын екінші бағанасы. Білгім келеді. Не жайында білгілерің келеді екінші бағананы. Толтырасыздар бірінші, екінші бағананы, үшінші бағананы әзірше толтырмаймыз. Тапсырмасыңыз ма? Жақсы. Білемін және білгім келеді деген екі бағананы толтырып шығыңыздар. Білемін деген бағананы толтырдық па? Қазір толтырып жатырмыз. Білемін және білгім келеді. Жақсы, бастай берейік. Білемін деген бағана бойынша. Не білесіздер? Ұлпан. Екі ірі қаласы бар. Олар біріншісі Сидней, екіншісі Мельбурнге аталады, және ол жаңағы Индонезия республикасы, Жаңа Зеландия, сосын жаңа Гвиана деген елдермен теңіз арқылы шектеседі. Және оның астанасы Канберра қаласы. Жақсы. Аружан. Білемін. Мен әлі жазып бітірген жоқпын. Жақсы. Күнсұлу, білемін дегенде. Австралия халқының астанасы Канберра, халқы 18,17 миллион, және де пайдалары өте бай, аумағы 18,6 миллион километрді алады. Жақсы, білгім келеді бойынша кім айтқысы келеді? Экономикалық жағдайын білгім келеді. Экономикалық жағдайын білгісі келеді, жақсы, Күнсұлу. Гаухар, Диана, қосыла беріңдер. Жақсы, Ұлпан, білгім келеді. Оның қандай халықтары бар екенін және бұрында оның қандай халықпен шектескендерін, араласқаны туралы білгім келеді. Жақсы, жақсы. Яғни біз экономикасы жайында, халқы жайында толық мағлұмат алғымыз келеді екен, Жақсы, жалғастырайық. Жалпы тақырыпқа келсек, жалпы Австралия одағы аумағы 7,962,000 шаршы километр. Астанасы Канберра қаласы, мемлекеттік тілі ағылшын тілі, әкімшілік тұрғысынан бұл федерациялық мемлекет болып табылады, 6 штатқа және 2 территорияға бөлінеді. Жалпы аумағына келетін болсақ, Австралия картадан көріп тұрмыз, жер жүзіндегі ең ірі территориялардың бірі болып келеді. Жалпы есімізге түсірші мынадай сұрақ. Саяси карта территориясының ауданы бойынша қалай бөлінеді? Үшке бөлінеді. Қандай? 1 миллионнан көп. Сосын, жоқ.
үч миллиондан көп, 1 миллиондан 3 миллионға дейін, сосын 1 миллионға дейінгі қалалар. Жақсы. Ірі территория бізде 3 миллионнан жоғары, иә? Австралия бізде қандай территорияға жатады? Территориясы бұл? Ірі территорияға жатады, иә? Жақсы. Территориясы өте үлкен. Қараңыздар, дүние жүзіндегі көлемі, ауданы ірі мемлекеттер бізде, иә? Қандай мемлекеттер болады? Ол? Қытай, Канада, Россия, США, Бразилия, Австралия. Австралияда осы ірі 10 мемлекеттердің қатарына кіреді екен, 6-шы орында екен, территориясы өте үлкен, жақсы. Келесі, басқару құрылымы бойынша конституциялық монархия болып табылады. Өзі жаңа картада көргендей, өзінің туында Ұлыбританияның туына ұқсайтын таңбалар бар, иә? Жұлдызда. Себебі Австралия одағы Ұлыбританияның басқаруындағы достастық елдердің құрамына кіреді екен. Яғни бұрынғы Ұлыбританияның колониясы болып табылады. Естеріңізде бар ғой, тарихтан. Ұлыбританияның колониялары, соның ішінде Австралияда болған. Сол себепті қазіргі уақытта Австралия одағының басшысы, ресми басшысы бұл королева Елизавета екінші болып келеді екен, Ұлыбританияның басшысы. Және де генерал-губернатор деген атақ бар. Яғни бұрынғы колонияларда генерал-губернатор деп атап қалдырған. Және бұл жерде генерал-губернатор Дэвид Харли. Және де елдегі премьер-министр Скотт Моррисон. Бұл басқару жүйесі бойынша. Конституциялық монархия, жалпы конституциялық монархия елдерді біз білеміз ғой, жалпы басқару формасының түрлері қандай? Сұрақ. Басқару формасының түрлері? Республикалық және монархиялық. Республика және монархия. Жақсы, соның екінші түрі монархия. Монархияның өзі бірнеше түрі бар. Дұрыс па? Абсолютті, конституциялық және теократиялық. Жақсы, Аружан, жақсы. Бізде конституциялық монархияға жатады екен, Австралия одағы, Жақсы. Келесі сұрағымыз халқының құрамы. Жалпы халқы 25,3 миллион адам екен, ол 2019 жылғы дерек бойынша. Халықтың тығыздығы 1 километрге қараңыздар қанша? 3,29 адамды құрайды екен. Тығыздығы өте төмен, Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, бізде Қазақстанда орташа тығыздық қанша еді? Қазақстанда 6-7 адам бір шаршы шақырымға келеді екен, Бұл жерде қарасаңыздар, Қазақстанға қарағанда әлде қайда төмен екен, Территориясы өте үлкен, халқы көп болғанмен, территориясының есесінен халқының тығыздығы төмен, 3,29 адам ғана құрайды екен, Урбандалу деңгейі, яғни қалалардың саны, қала халқының саны. 80% бұл өте жоғары көрсеткіш, яғни қала халқы өте көп. 80% қала тұрғындары болып келеді. Діни құрамына келсек, көбінесе бұл христиандар. Халқына қазір тоқталамыз. Жалпы, мына жерде картаға қарап отырсаңыздар, ірі қалалар көрсетілген екен. Ірі қалаларды қарасаңдар, қай жерде орналасқан көбінесе? Қай бөлігінде? Шығыс жағында, Австралияның шығыс жағында, оңтүстік жағында. Оңтүстік жағында, шығыс бөлігінде көбірек орналасқан екен, Естеріңізде болса, мектеп материалы бойынша бізде Австралияның территориясы шөлді территория болып келеді. Бұл жерде үлкен Австралия шөлі деген бар. Сол себепті орталық бөлігі көбінесе қоныстанбаған, халқы қоныстанбаған территория болып келеді, өте қолайсыз жер, Ал шет жағалары, жаңа күнтел айтқандай, оңтүстік жағы, оңтүстік шығыс бөліктері, бұл жерде қалалар өте көп шоғырланған. Өйткені территориясы климаты жаңағы қоныстануға өте қолайлы екен. Жақсы. Келесі. Этникалық құрамына келетін болсақ, этникалық құрамы бұл жерде өте ерекше. Екіге бөліп көрсеттім сізге түсінікті болу үшін аборигендер, аборигендер бұл жергілікті тұрғындар, яғни байырғы Австралия халықтары, олар негроидтық нәсілге жатады екен, халқы қазіргі уақытта өте аз екен, аборигендер, Ал негізгі халқы бұл англо-австралиялықтар, немесе европалықтар дейді. Европалықтар жаңағы Англиядан көшіп келген, Европадан көшіп келген, қазіргі уақытта жаңағы европеоидтық нәсілге жататын халықтар екен. Бұлар көбінесе 90%-дан көп халқы осы европалық халықтары келеді екен. Ал негізгі жергілікті тұрғындар аборигендер өте аз. Және де мен айтқандай, қоныстануына қарайтын болсақ, қоныстану жағынан жаңағы
шөлді территория, үлкен Австралия шөлі аймағында осы аборигендер көбірек өмір сүреді. Біз суретке қарасаңыздар көрініп тұр, иә, жаңағы ар жақ климатын қараңыздаршы. Шөлейтті зона, иә, яғни аборигендер тұратын жақтар. Ал жаңағы біз келтірген қалаларда көбінесе Европа халықтары, европеоидтық нәсілдегі халықтар көшіп келгендер, кейін келгендер, тұрғылықты халқы емес халықтар осы аймақта тұрады екен, бұл этникалық құрамы бойынша. Келесі, енді өндіріс мен экономикасына келетін болсақ, жалпы Австралия мынандай сұрақ қояйын, иә? Экономикалық даму бойынша Австралия қандай елге жатады деп ойлайсыңдар? Дамыған әлде дамушы? Дамыған мемлекет. Әрине бұны қарастырғанбыз, иә? Саяси картада екінші дамыған елдердің екінші қатарындағы елдер Европа болатын болса, үшінші қатарындағы елдерге Австралия, Жаңа Зеландия жатқан, иә? Ал бірінші қатардағы елдерге қандай елдер жатты? Үлкен жетілік елдер. Үлкен жетілік елдер ол бірінші қатардағы елдер. Міне Австралияда сол дамыған елдердің қатарындағы мемлекет, индустриалды аграрлы ел болып табылады. Жаңағы өңдеуші өнеркәсіп салалары, металлургия, тамақ өнеркәсібі, химия өнеркәсібі, қағаз жасау жаңағы өнеркәсібі, машина жасау, автомобиль шығару, электротехникалық приборлар, жаңағы қазіргі уақытта ең жаңа өнеркәсіп түрлері осы Австралия дамыған екен, иә. Келесі ауыл шаруашылығы келетін болсақ, ауыл шаруашылығы да өте ерекше, климаттық жағдайына байланысты бұл жерде енді көбінесе қой өсіру, иә, қой шаруашылығы жақсы дамыған, ауыл шаруашылығының 60% құрайды екен, иә. Сонымен қоса дәнді дақылдар, жаңағы бидай, сұлу, арпа өсіру бойынша да Австралия дүние жүзіндегі басты 10 елдердің қатарына кіреді. Жаңағы қой шаруашылығы бойынша, жаңағы қой еті, жүн шығару бойынша, және де бидай, дәнді дақылдар өсіру бойынша дүние жүзіндегі басты 10 ірі мемлекеттің қатарына. Енді келесі тапсырмаға келейік. Жалпы мен сіздерге платформаға материал жібердім, ол материалмен кейін таныса бересіздер өздеріңізге. Теориялық материал бұл жерге енді қысқаша ғана бердім. Енді бір тапсырма жасайық, иә. Карталарыңыз бар болса, қолдарыңызда картаны алуға болады, болмаса осы жаңағы экранында көруге болады. Картаны пайдалана отырып, мынандай тапсырма. Елдің ірі қалаларын ата. Бірінші, иә, картадан қарап отырасыздар. Екінші тапсырма, халықтың қоныстану ерекшелігіне тоқтал. 2-3 минут сіздерге берем. Картаға қарап отырып, жазып алып, дәптерге түсіріп, бізге жауап берсеңіздер болады. Тапсырмасыңыз тұғыр. Дариға тапсырма түсінікті ме? Дариға естірі, жақсы. Ірі қалалары біз жада тоқталғамыз. Және қоныстану ерекшелігі. Қысқа түрде жазып, жауап берсеңіздер болады. Гаухар, тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Кім жауап беріп болды, аяқтады? Ауызша жауап беруге болады. Мұғалім халықтың қоныстануы екіге. Қандай ерекшеліктер бойынша қоныстанған халық? Карта бойынша қалай бөлінген? Мен болдым. Жақсы. Елдің ірі қалаларына сентимен бөлімдер жасын, одан кейін халықтың қоныстану ерекшелігіне, ол халық тығыз қоныстанған аудандар материктің шығысы мен оңтүстік батысы.
солай жаздым дұрыс па? Жақсы. мұғалім менің фанмен бірдей. Толықтырып жіберетін несінде болады. Дариға толықтырсам болады. Мына бірінші картаға қарап отырып, нәсілдер бойынша тағы да не айтуға болады? Сөйлейтін жерлерінде. Аборигендер жаңағы кіреді. Аборигендер бізде көбінесе қай бөлікте? Батыс бөлігі. Батыс бөлігі. Орталық бөлігі, иә? Орталық, тұрғындарды айтты, қай жерде бізде орталық бөлігінде, шөлді территорияда. Үлкен Австралия шөліндегі. Шығыс және оңтүстік шығыста жаңағы Европалық. Шығыс және оңтүстік шығыста жаңағы үлкен қалалар орналасқан аймақтарда бізде англо-австралиялықта, жаңағы көшіп келгендер, кейінгі көшіп келгендер қоныстанған екен. Ал орталық бөлігінде аборигендер. Байырғы тұрғындар аборигендер қоныстанған. Жақсы. Аяқтадық па? Жақсы, келесі. Келесі тапсырма. Карта. Тағы да өздерінде бар болса қолдануға болады, жоқ болса экраннан. Тапсырма. Картаны қолдана отырып, Австралияда металлургияның қандай түрлері дамыған анықтаңыз. Бізде екі карта берілген, қара металлургия және түсті металлургия. Екінші тапсырма. Австралия қай елдермен байланысты екен анықта. Тапсырма түсінікті ма? Жақсы, дәптерге жазамыз осы екі сұраққа. Жақсы, Дариға картасын алып шықты. Австралия одағы өте пайдалы қазбаларға өте бай, кен орындары өте көп. Сол себепте бізде металлургия картасын алып отырмыз, иә? Бұл жерде толықтай дерек бар. Дұрыстап картаны оқысаңыздар. Екі сұраққа да толық жауап беруге болады. Қолдарыңыздан келіп жатыр ма? Түсінбей жатсаңыздар, маған сұрақ қоюға болады.
Жақсы. Қайсыда қалдық па? Оған бол. Жақсы. Бірінші сұрақ. Кім жауап беремін дейді? Гаухар? Австралияда никель, қорғасын, мырыш, алюминий, мыс өнеркәсібі жақсы дамыған. Сонымен қатар полиметаллургияда алюминий рудасы, никель, қала екені өндірісі бар. Жақсы. Бірінші сұрақ бойынша жақсы. Тағы да кім тоқтырам дейді? Тағы кім не көрді? Мен айта аламын мұғалім? Айта ғой. Көмір, қорғасын, темір, мырыш, мыс, боксит және де алтын, күміс өндірумен айналысады. Қара және түсті металл өндіру өте жақсы дамыған. Жақсы. Бұл жақсы. Тағы да бірінші сұрақ бойынша. Және де мырыш пен қорғасын өндіреді. Түсті металлургиядан. Түсті металлургия бойынша қорғасын өндіріледі. Жақсы, Дариға. Жақсы, иә? Толығымен таптық. Екінші сұрақ бойынша. Қай елдермен байланысты екен анықта дейді? Қытай, Жапония, Корея. Индия. Металлургияның көбісін Қытайға тасымалдайды. Европалық елдермен де байланысты. Қытайға көбінесе. Көбінесе Қытай, иә? Жапонияға барады екен. Жапонияға барады. Жақсы. Және де қара металлургиядан солай көбісін Жапонияға тасымалдайды. Жапониядан Үндістанға. Европалық елдермен де байланыс бар. Жақсы, жақсы. Тағы кім тоқтырам дейді, не қосам дейді? Бар ма қосам деушілер? Жақсы. Сонымен біз бүгін Австралия одағының басқару жүйесі, халқы, өндірісі жайында білген болатынбыз, иә? Енді алдындағы білемін, білгім келеді, үйрендім әдісі. Үшінші бағанасы, иә? Үйрендім. Бүгін сабақта сіздер не үйрендіңіздер? Үшінші бағанан толтырып, сізге ауызша айтсаңыздар. Австралияның қара және түсті металлургиясының дамуы туралы білдік. Жақсы. Басқару формасы. Ірі қалаларымен. Ірі қалалары, ауыл шаруашылығы туралы, халқы туралы. Жақсы. Халқының тығыздығы, халқының саны, халқының шоғырлану туралы. Басқару формасы жайында. Ең ірі қалалары туралы білдік. Басқару формасы қандай? Монархия. Тағы да не қосасыздар? Жақсы. Менше енді бізде аз уақыт берілді ғой, әрине. Көбірек материал білуге әлі мүмкіншілік бар. Мен сіздерге платформаға жібердім теориялық материалын. Сол жерден оқып танысуға болады. Тапсырманы кім үлгерді? Жақсы, кім үлгерген жоқ, оны да жасап платформаға маған жіберуге болады. Бүгінгі бағалардың барлығын мен платформаға қоятын боламын, электронды сайтқа, журналға бағаларыңызды қоямын. Енді бір соңғы кері байланыс жасап жүрсеңіздер, сіздер бүгінгі сабақтан не алдыңыздар, қандай ой қалыптасты, қандай пікірлеріңіз бар, маған, қандай кері байланыс бересіздер, соны айтсаңыздар болады. 1 минут қолданып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Гаухар? Бүгінгі сабақ жайында, жалпы материал жайында, жалпы мынау басқа түрде өтіп жатыр ғой, онлайн сабақ түрінде болып жатыр. Сол жайында өз пікірлеріңіз ұнады ма, қай жағы жақсы болды? Болмаса, қай жағын жақсарту керек деген сияқты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса.
Күнсұлу? Бүгінгі сабақтан біз өте көптеген мағлұматтар алдық, және де жаңағы Австралия елі қандай елдермен байланыста екенін, қандай өндіріс жағынан, экономикалық жағынан қандай пайдалы қазбалар шығаратындығын, және де химия өнеркәсібі, металлургиялық салалары және ағаш кесу, оны өңдеу арқылы жұмыстармен айналысатынын білдік. Жақсы. Дариға? Және де біз білім алу мен сабақ орындағаннан гөрі онлайн оқыған өте түсінікті әрі қызықты болды деп ойлаймын. Басқа да сабақ осылай онлайн өткен жақсырақ. Әрдайым осылай өтсе екен дейсіздер ғой. Иә. Жақсы. Тағы кім не айтамын деген? Гаухар? Онлайн сабақ арқылы біз білім алудан орындалғаннан, мұғалімнің айтқанынан түсініп, Австралия елі қандай екенін, оның халқының, өнеркәсібінің пайдалы қазбаларының барлығын білеміз. Сол арқылы білдік. Ал білім алу арқылы бізге лекция беріледі. Оны кейбір балалар оқиды, кейбір балалар оқымай, сол арқылы түсінбей қалуы мүмкін. Ал онлайн сабақ арқылы бізге мұғалім айту арқылы біздің ойымызда бір нәрсе қалады. Жақсы. Жақсы. Енді мен де ойлаймын, бүгінгі сабақ сіздер үшін қызықты болды. Және көп материал білдіңдер деген үміттемін. Ары қарай жұмыс істей береміз. Платформаға кіруді ұмытпаймыз. Платформадағы тапсырмаларды орындаймыз. Сіздерге көп рахмет. Бүгін сабаққа қатысып, белсенді қатысқандарың үшін өте үлкен рахмет айтқым келеді. Алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше жақсы, сау болып тұрыңыздар. Sağ olun. Сау болыңыз.